бірақ бір жүрек толқып тұр. Адалдық пен айла бетпе-бет келсе, қайсысы жеңеді? Кішкентай ғана бейне, бірақ үлкен тағдыр. Шәркей, ол не? Әлде заманның бір белгісі ме? Шәркей әңгімесінде нағыз еңбектің жемісі қандай болатынын көрсете білді. Бір әрекет, бір шешім, бір тағдыр. Жазушы баланы балаша сезіндіріп, балаша ойландыра білген. Сөзінде де, мінезінде де жасандылық жоқ. Кейде ең қарапайым заттың өзінде үлкен тағдыр жатады. Осы бір істің мән жайын шынайы түсінгің келсе, менің Шәркей әңгімемді оқуға шақырамын. Түрлі тақырыптағы шығармалардың түпнұсқасын оқи отырып, сен үлкен мүмкіндіктерге қол жеткізесің.